Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін начинкасы картошкамен жасалатын слойка дайындаймыз. Бұл әдеттегі слоеный қамырлардан жасалу жолы өзгеше. Осылай ыстықтай жасап жесеңіздер, өте дәмді болады. Ең алдымен жылы суға тұзды салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Содан кейін осыны өлшеп алған ұнымызға құйып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз осылай домалақ болып жиналғаннан кейін, осыдан кейін енді осыны ровно 5 минут тоқтамай илейміз. Ол өте маңызды, өйткені біздің қамырымыздың жайылу әдісі өзгеше болғандықтан, ол июі қанбаса, қамыр жыртылып кетеді созған кезде. Осылай тоқтамай 5 минут илейміз. Илегеннен кейін осылай бетін табақпен жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін созып көрсеңіздер, қамыр жыртылмайды, кәдімгідей созылып тұр. Енді осыны бөліктерге бөлеміз. Осы қамырдан менде 10 штук шықты, яғни 10 бөлікке бөліп аламыз теңдей. Қамырларды бөліп болғаннан кейін осылай домалақтаймыз да, міне астыңғы қамырдың біріккен жерін, жаңағы мындай ашық тұрған жерін, қазір видеода көрінеді. Сол жерлерін былай қолмен біріктіріп шығамыз. Оны солай істеу керек. Барлығын осылай домалақтап болғаннан кейін пакетпен бетін жауып қоямыз да, енді майымызды ерітіп аламыз. Мына жерде мен сары майға кішкене сұйық май қостым. Не болмаса тек сары маймен істесеңіздер де болады. Бірақ сары май, біз бұл қамырды сары майға салғаннан кейін, жаңағы аунатамыз ғой, содан кейін біз бұны 1 сағат қойып қоймыз керек. Тек сары май болса, ол 1 сағаттың ішінде қатып қалады. Бірақ олай да жайып көрсеңіздер болады. Мен олай да істеп көрдім. Енді қатпасын десеңіздер, онда кішкене сұйық май қосып жіберген дұрыс. Енді видеода көрсетілгендей, бәрін осылай қамырды басып кішкене жұқартамыз да, осылай майға екі жағынан да жақсылап майға тигізіп, осылай қойып шығамыз. Қамырдың барлығын осылай майға батырып болдық, яғни енді осыны пищевой пленкамен жауып 1 сағат қойып қоямыз бөлме температурасында. Енді оған дейін начинкасын дайындайық. Картошкаларды осылай турап алдым. Содан кейін үстіне қайнаған ыстық суды құйып, орташа отта картошка піскенше қайнатамыз. Піскеннен кейін дайын болған артық суын төгіп тастап, еземіз. Енді осының үстіне сары май құю керек болады. Мен оны отдельно салмай-ақ қойын деп, мына жерде май көп болғаннан кейін осыдан 3 қасық осы майдан алып қоса салдым. Енді осының үстіне сыр қосамыз, теркадан өткізілген. Және дәміне қарай тұз, содан кейін егер ұнап жатса, укроп қоссаңыздар болады. Болды, начинка дайын болды. Енді тезірек суу үшін осындай басқа ыдысқа салып, кішкене жайыңқырап қоямыз.
1 сағат өтті, енді қамырларымызды жұқартуға кірісеміз. Осылай қолымызбен кішкене жұқартып аламыз да, одан кейін жайлап шетінен айналдырып тартып шығамыз. Бірақ айналдырған кезде қатты мән беретін нәрсе, тырнақтарыңыз ұзын болмауы, өйткені тырнақ тиіп кетсе, анау жыртылып кетеді. Егер июі қанбаған қамыр болғанда, бұл қазір осылай тартқан кезде жыртылып кететін еді сразу. Осылай шетінен тартып жұқартамыз. Былай қарасаң, бір жұмысы көп, бір қиын сияқты көрінеді. Негізі істеген кезде ондай қатты бір қиын емес, тез жасалады. Созылуы да оңайырақ. Бұл енді сары майда, жаңа майда тұрғаннан кейін уже қамыр өзі жұмсақ болып оңай тартылады. Қамырды енді видеодағыдай осылай шеттерін ортасына қарай қоямыз да, содан кейін ортасына начинка салып, конверт сияқты жауып шығамыз. Бірақ мен осылай конверт сияқты жапқаннан кейін піскен кезде ол кішкене көтеріліп кетті. Сондықтан сіздер не болмаса сол былай қамырдың біріккен жерлерін астына қаратып қойсаңыздар да болады. Осылай біріктіргеннен кейін может соны астына қаратып қойғанда дұрыс сияқты. Сонда піскен кезде ашылып кетпейді. Барлығын жасап болғаннан кейін бір жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйып бетіне жағып жіберген дұрыс. Мен видеода жаққан жоқпын, сондықтан түрі сәл өзгешелеу болды. Бірақ жақсаңыздар уже басқаша әдемі вид болады. Осыларды енді қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минуттай әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Бұлай жасалу жолы оңай және ыстықта жеген дұрыс. Сонда жаңа слойлары хрустящий болып күшті болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.